бізге нан жасау үшін ең алдымен сүт қажет және қайнаған су қажет. Бұл жерде салқын сүт болған соң қайнаған суды қосқан кезде олардың температурасы жылы болып келеді. 1 ас қасық тұз саламыз, қант саламыз және 5 ас қасық ұн саламыз. 10 грамм дрожж. Барлығын жақсы араластырамыз. Кейін 20 минутқа қойып қоямыз. Осылай дрожж нәтиже береді. Кейін үстіне 120 грамм май қосамыз. Сосын үстіне ұн салып қамыр жасаймыз. Осылай елеп қоямыз. Шөлдерге қоямыз. Мамыз көтерілді, мен оны бөліктерге бөліп жатырмын. Бөлік шықты, енді бұларды жайып 10 минутқа қойып қоямыз. Міне мен осындай 4 бөлікке қойып жайып қойдым. Енді осылай 10 минуттай тұру керек. Осылай пісіп шығуға қажет. Біздің нандарымыз дайын. Осындай жұп-жұмсақ болып шығуы қажет.